Ассаламу алейкум, ұстаз. Музыка тыңдау мен бильярд ойнау үкімін айтсаңыз дейді. Мынау өткенде осы мынау Әли студиясында Сансызбай ұстазымыз осы бильярд жайында жақсы сұхбат берді. Сонда ол кісі, алла разы болсын, бильярд жайында былай сөз қозғады. Жалпы бильярдты құмар ретінде ақшаға сондай ойнамаса, және де намаз уақытына кедергісін келдірмесе, намазға зиян болмайтын болса, онда ол болады деп жауап берді. Баршамызға белгілі ұстазымыз фәтуа бөлімінің меңгерушісі. Бұл сұрақта сол жерден көрсеңіздер өте әдемі, толыққанды жауап берген. Ал енді музыка тыңдау мәселесіне келетін болсақ, музыка жалпы бұл мәселеде ғұламаларда әртүрлі көзқарас бар, шыны керек. Біреулер қатты айтқан, біреулер орта, біреулер мүлдем жеңіл айтқандары бар. Бұл жерде біз сол ортаңғы жол дұрыс деп ойлаймыз. Ол қандай? Әннің дұрысы болады. Мысалы, енді адам баласының ойын бөлетін, жаңағыдай адамды жамандыққа итермелейтін сондай әндер болатын болса, олар міндетті түрде болмайды. Ал егерде мынау дұрыс мағыналы және де адамға мындай отан жайында, ата-ана жайында бір даналығы бар. Кейде мысалы үшін біздің қазақтың өзі нелер, әнде өлеңдері болады. Тыңдаған уақытта адамға бір тәрбие беретін де бір тұстары болады. Міне сондай өлеңдер иншалла бұларға рұқсат етіледі. Алайда жаңағыдай адамның ой сана сезімін бұзатындарға оларға рұқсат етілмейді екен. Енді бұған дәлел ретінде келтіретін болсақ, бірде Ибн Умар, алла разы болсын, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге жолда кетіп жатыр едік. Бір жаңағы әннің дауысы естілді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі қолын құлағына тығып алды дейді. Былай құлағына қойып алды дейді. Сонымен біраз жол жүріп Ибн Умарға ымдады. Өлең бітті ма, жаңағы музыка тыңдалып жатыр ма жоқ па деген белгі берді. Сонда Ибн Умар тыңдалып жатқан жоқ деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құлағынан қолын алды дейді. Сонда ғұламаларымыз айтады, егер де ән тыңдау арам болғанда, харам болғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек қана өзі ғана құлағын баспастан қол саусағымен Ибн Умарға да тыңдама деп айтатын деп жауап берген. Сол үшін бұл жерде әрине жаңағы әннің де жағдайына қарау керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, Айша анамызға көшеде қара тәнді адамдардың жаңағыдай мерекеде музыка тыңдап жатып, музыкамен былай өзінің ойын сауықтарын көрсетіп жатқан уақытында не қылды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге оны көрді. Сол үшін ғұламаларымыз айтады, әрине осы жерде шектен шықпайтын болса, иншалла оған рұқсат дейді. Әл-Маруа компаниясы, бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.